Мынау орақ дейтін болады, құрметті достар. Қазір енді көп пайдалана бермейді, қол орақ дейтін ана. Осылай оралатын нәрсе шөп оруға деген сияқты. Қазір енді көнеріп бара жатыр бұл нәрсе. Қалып бара жатыр. Біреулер білмеуі де мүмкін мынаны. Әсіресе жастар, үлкен кісілер біледі деп ойлаймын. Бұны қайрап алғаннан кейін бір жанып отырасыз да, шөп шапқан сайын, әр шөпқан сайын мысалға бір өзінің несі бар. Өзіңіз білесіз ғой, енді өтпей қалады ау деген уақытта былай осылай жанып жібересіз. Мына жағынан жанып жібересіз. Жүзін ұстаған кезде, жақсы өтіп тұр мынау деген. Енді бұны андай кейбір адамдар күшке салады да, негізі күшке салмау керек бұны. Андай қолдың киіст қой, киіст. Сіздерге көрсем. Осылай күшке салмау керек та, киістпен ұрып отыру керек. Сол кезде шаршамайсыз. Қалай алып жатыр. Мына қараңыздар. Мына жақты өтейік. Мына қараңыздар. Қоймайсыз да мұндай нәрсемен. Осылай құрметті достар, орақ дейтін болады. Ауызыңмен орақ орасың деген осыдан қалған сияқты. Мына жер орам ғой, мына қораның. Көне қораның бір орамы. Осы жердің шөбін орып жатырмын. Орып жатқан себебім жаңағы алдындағы құнажын қашардың былтырғы бұзауы еміп, баспақ қазіргі қашар ғой енді, жүгірме қашар. Сол еміп, оны әкеліп суалтып жатырық оны да. Соған енді осы жердің шөбін орып жатырмыз енді. Біраз жерді орып тастады мыналар, міне орып тастаған жерлер, орылмай қалған жерлер мыналар міне. Мына қораға мән бермеңіздер, бұл қора саман дегенді білесіздер ғой. Саз балшықпен шөп араластырған, кірпіштен соғылған қора. Енді бұл болашақта пайдаланылмайды енді, себебі құлауы мүмкін деген сияқты ысырып тастаймыз. Осының ішінде уақытша қамай тұрып жатырық енді қашарды. Бұл қашар мына жерде міне өте үркек сондай. Енді білмедім, бұл қашарды жуасыту керек, байлау керек. Соған шөп салып тастап жатырмын. Шөп орып жаңағы ауланың. Екі есепті бір есеп қылып ауланында шөбін орып жатырық. Мынаған да тамақ болып жатыр. Суалтып та жатырық өзін. Әйтпесе қайтып келіп жатыр. Өріске айдап тастасақ, қайтып келіп еміп тастауы мүмкін. Алдында желін киіріп тастаған, сонда жара қылып жіберген да мыналар. Енді қазір қасынан барсаңыз, ана қараңыз, қараған кезде. Былтыр ұсталмай енесімен бірге жүрген бұзау ғой мынау, негізі ана көрдіңіздер ме? Бұндай үркек малдар қорқынышты. Қасына жолатпайды да. Мына терезе бар, терезеден секіруі мүмкін да. Ато сондай нәрсе. Енді білмеймін, енді байлау керек, енді әлі бір жетідей, бір аптадай болып қалған сияқты бұның қолда тұрғанына. Әлде де бір ай ұстап жіберсек жақсы болатын сияқты. Анауына салынған шөбі. Жақындасаң болды шөпке. Бір жолатпайды да қасына. Күйі жаман емес, шөпті беріп отырық жайлап. Ана қараңыз. Енді болашақта сиыр болса да жақсы да ұстатуына, себебі мыналар деген өте қауіпті бұлар. Адамда жазым болуы мүмкін. Негізі тентек мал деген өте қиын болады. Негізі сиыр малдың ашуланғаны, көзі қанталап. Бұл жылқыдан бетер, бұның ашулануы деген жылқыдан жаман. Ашуланған кезде сондай құтырып кетеді да, ештеңеге қарамай кетеді. Қарап көріп тұрсаңыздар қалай қарайды.
Енді барған кезде жай барып жатыр. Бұлай да жақындатпайтын еді. Енді мынау жай қолда тұрғаннан кейін, күнде кіріп шыққаннан кейін былай кейде басын ұстатады. Жай үйрету керек та оны. Бірден емес. Арт жағынан бармау керек. Мына артқы аяқпен тебуі мүмкін. Ана қараңыздар. Терезеге барып жатыр. Мәссаған. Өте қауіпті енді. Айтатын жоқ. Қалған шөбімізді жеп тұр. Солай. Енді биыл қашуы мүмкін бұлар. Негізі биыл қашпағаны да жақсы. Келесі жылға өсіп толысады да, толысуына жақсы. Егер биыл қашып келесі жылы бұзауласа өспей қалады. Содан кейін булығып өседі да. Булығып өседі. Сондықтан да биыл да қашпаған жақсы бұндай қашарлардың. Енді қазір қымбат қой негіз бұлар. Андай қаны бар, пародисті деп жатамыз, қаны барлар, баспақтар биылғы міне. Олар 300 мың, 350 мың сұрайды да қазір. Ал осындай, мынау енді пародисті емес бұл. Бұлар енді 400 мың сұрауға болады шығар енді. Бұл 1 жасар ғой бұл. Бұл 1 жасар. 350-400 сұрауға болады шығар деп ойлаймын. Өзімнің жеке пікірім енді. Себебі қазір баспақтардың бағалары сондай 300 мыңнан басталады. Егер де осындай қашарды алсаңыздар, жуасытып үйретіп алсаңыздар, мысалға, или біздер үйретіп берсе адамдар, келесі жылы бұзауласа, үстін көруге болады. Негізі мысалға 400 мыңға осындай қашар аласыз, или 350-400 мыңға, 350 жоқ шығар шамамен. 400 мыңға алып алсаңыз, ақтайды негізі. Егер саусаңыз ақтайды ақшасын. Себебі кеше ғана мен видеода айттым, қанша литр сүт береді. Бұл енді құнажын қашарлар 6-7 литр берсе күніге. Бұлар енді шамамен 4 литрден бастайды шығар енді жүгірме кезіне. Жүгірме қашар ғой енді бұлар қанша айтқанмен. 4 литрден бастайды беріп. Содан кейін молайта береді ғой. Солай. Осындай қашарларды сатып алуға болады. Ана мен айтам да, пародисті алмау керек та. Арзандар шығады мысалға қазір. Мысалға мынаны ақша керек болса сатып жіберуге болады да. Сосын мысалы мен оны 350-ге де беріп жіберуге болады. Арзанына осындай нәрселерді іздеу керек та. Егер малмен айналысатын адамдар ерінбей, қымбатына ұрынбай, арзаннан бастаса, енді әрине ақша болса, қалта көтерсе, сүт сүйір алған жақсы, бірақ та егер қалта қаражат бір көтермесе, осындай арзаннан іздеп, осындай нәрселерді алып алуға болады. Енді бұл өзімнің ойым енді. Мүмкін біреулер келіспейтін шығар. Сосын жайлап, сауып, жуастып бастайсыз.